13-ші дәріс келіссөз жүргізудің тиімді тактикалық әдістері. Келіссөздер қарым-қатынастың және өзара әрекеттесудің маңызды құралы. Олар жеке өмірде де кәсіби ортада да табысқа жетудің кілті болып табылады. Мақсатқа жетуде келіссөздер арқылы біз қалаған нәтижелерге қол жеткізіп, мүдделерімізді қорғаймыз. Келіссөздер күрделі мәселелерді шешудің және екі жаққа да тиімді шешімдер табудың негізгі жолы. Сонымен қатар қарым-қатынасты нығайтуда да тиімді келіссөздер сенімді қарым-қатынас орнатуға және өзара түсіністікті арттыруға көмектеседі. Кез келген сәтті келіссөздің іргетасы мұқият дайындық. Бұл сіздің позицияңызды нығайтып сенімділік береді. Ол үшін мақсаттарды анықтау керек. Қарсы тарапты зерттеп, олардың мүдделерін, қажеттіліктерін және ықтимал шектеулерін түсініңіз. Үшінші, ақпарат жинау. Дәлелдеріңізді растайтын деректер мен мәліметтерді жинақтаңыз. Белсенді тыңдау, дұрыс сұрақтар қою, қарсы тараптың позициясын тереңірек түсінуге және ортақ шешімге келуге мүмкіндік береді. Сол үшін біз белсенді тыңдауды, яғни айтылғанды мұқият тыңдап түсінгеніңізді қайталауға кеңес береміз. Келесі ашық сұрақтар. Неліктен, қалай, не туралы деген сияқты сұрақтар қойыңыз. Түсіндіруді сұрау. Түсініксіз сәттерді анықтап нақтылауды сұраңыз. Эмпатия таныту, қарсы тараптың сезімдерін және көзқарасын түсінуге тырысыңыз. Келіссөздерде қарсылықтар міндетті түрде болады. Оларда тиімді басқару табысты келіссөздің маңызды бөлігі. Ең бірінші, қарсыласты тыңдау, қарсылықты тыңдау, түсіністік таныту, балама ұсынау және де ортақ мүдделерді іздеу. Күрделі жағдайлардағы тактикалық маневрлар. Кейде келіссөздерде күрделі жағдайлар орын алуы мүмкін. Сондай жағдайда біз уақытты пайдалануымыз қажет. Компромисс іздеуіміз керек. Екі тараптың да қажеттіліктерін қанағаттандыратын ортақ шешім табуымыз керек. Үшінші, шегіну мүмкіндігі. Төртінші, этикалық қағидалар, яғни әрқашан адал және этикалық нормаларды сақтау. Келіссөздерді аяқтау және келісімді бекіту. Келіссөздердің соңғы кезеңі келісімді бекіту және оның орындалуын қамтамасыз ету. Біз келісімді қорытындылаймыз. Барлық келісілген тармақтарды нақтылап түсініксіздіктерді жою керек. Жазбаша бекіту, келісімді жазбаша түрде қол қойылған құжат ретінде рәсімдеу. Үшінші, кейінгі әрекеттер. Келісімнің орындалуын қадағалау және қажет болған жағдайда бақылау. Келіссөз жүргізу бұл тұрақты түрде жетілдіріп отыруды қажет ететін өнер. Әр келіссөз тәжірибе жинауға мүмкіндік. Сол үшін де әрбір журналистте үздіксіз үйренуге деген сенімділік, дайындыққа, тыңдауға деген талпыныс болуы міндет.